Аға, жақсы көретін қызымның әкесі қызым бермей тұр. Барып сөйлестім де. Сен бе өзің бе? Қатып қалған 3 жыл болды. Қызымен сөйлеп жүрген не істесем болады дейді. Сен алып сөйлесесің. Сен кімсің әкесімен сөйлесетін? Сен сөйлескен. Қазір осы өзінің көкіректеріңді көтеріп, қыздың әкесімен сөйлесетін. Кімсің сен сөйлесетін? Қыздың сұрағы бар, сенің деңгейі бар, әркімнің өзінің деңгейі бар сөйлесетін. Сенің әке-шешең бар ма? Сол сөйлесу керек. Сен не қатысың бар? Сен тыныш отыр, саған әкеп береді. Тағдырыңда болса. Барып разборка болып, мен қызыңды бүйтем, мен Алла ханыма салам, мен қызыңды бағам. Алла біледі сен қандай болатыныңды. Бәрі сөйтіп алған мүжел анау. Бәрі сөйтіп алған, сөйтіп алдап қалған. Бүйтем, сөйтем, сен Алла ханыма салам, желкеме көтерем, кофені төсегіңе әкеп берем, тісің жумай кофе ішкізем деген. Қалды ғой бәрі. Есікті ашып берген, бүйтіп ойбай, бетім бай. Қалды ғой. Бет есік ашылмақты көріп қазір. Амандаспайсың да, ертеңінде тұрғанда. Амандасып көріп пе өзі? Күнде ертеңінде тұрып доброе утро жаным деп жазып жатқан шығарсың қазір. Үйленгеннен кейін көресің соны. Айтасың ба, айтпайсың ба? Қарауға жиркенесің бір-біріңе. Өлгеннен кейін жылайсың, не пайдадан? Сондықтан үлкендерді саласың. Күледі қазір, білетіндер әні. Өте дұрыс айтады дейді әні. Тыңда осылар сабақ саған. Сондықтан басын қатырма. Сен үлкендерді жібер, қарны шыққан ағайындарың бар шығар. Депутат, сондай бір ағаларың бар ма? Депутаттан бұрынғы созып та құлақ баған, кішкене ұсталып баған, қарны шыққан фермасы бар, фазендісі бар, 3-4 квартирасы бар, сондай бір ағашларың бар ма? Соларды жібер. 40 лет можно праздновать? Говорят, нельзя. Нельзя. Соларды жібер. Қарны шыққандар құда болып барсын бүйтіп, бізде бала бар енді деп барсын. Қарны шыққандарға ақша бер соларға. Соны үйленуге асықпа, мақыр деген қырқындырып атсыңдар ғой, мақыр деп. Ақша жина. Ақша жинасаң, сол қыз да тиет, қыздың папасы да тиет, бәрі тиет, мен де бар болам саған. Ақша бәрі соған тіреледі. Құр сенің жақсы көрем дегеннен қарың тоймайды. Бесполезно ол. Сен жақсы көрем. Не пайда жақсы көрген? Жақсы көрген деген бағу. Жақсы көрген деген асырау, жақсы көрген деген қорған болу, жақсы көрген сен мен де жақсы көрем мақсат тапсаң. Бәріміз жақсы көреміз. Құр жақсы көрген не пайда? Бұл жақ нәрсе. Ертең тамақ ішем дегенде ұрасың, оны боқтайсың, сонымен қалады сонымен. Не болды? Сезімсің, білмей қаппын деп. Әне, өте дұрыс дейді. Тыңда осылардың бәрін. Шындықты айтып отырмын мен. Авторитеттері шығатын галстук таққан дейтіндер бар, өзі көрініп тұрады, бүйтіп кісі болып тұрады. Солар туысқандарың бар ма сондай? Солар жібер анаған. Құдалыққа да. Солармен бірінші, ол жіберу үшін сен солармен жақсы болу керексің. Солардың қызметін жаса, солардың жеңгеңе барып айт, ағаң шешпейді уже. Ағаң галстугын дұрыстап киемейді, жеңгең шешеді. Сол жеңгеңе барып айт, жеңге, мен су алайын деп едім, отын жарып берейін ба, сыңыз істеп берейін ба? Жеңге не дейсіз? Жеңгең айтады, мына қайныңды үйлендірейік деп, сон ағаңды көндіреді 2 жарымда. Сон ағаң барады.